осы дінді қаралап, дінді келемеждеп, діннен бір айып табуға тырысып, мұсылмандарды құбыжық етіп көрсетуге, еліміздің дамуына кедергі болып жатқан негізгі себеп осы мұсылмандар сияқты етіп сондай бір пікір қалыптастыруға тырысып жатқандардың негізі белгілі бір тапсырысты орындап жатқандығы ол анық. Иә. Өйткені Құдайға шүкір, еліміз, жалпы халқымыз, әсіресе соның ішінде жастар көптеп дінге бет бұрып жатыр, намазға келіп жатыр, арамнан тыйылып жатыр. Осының барлығы дін дұшпандарын алаңдатады. Олар сонымен осындай бір әрекеттерге көшуде. Адамдарды діннен алшақтату үшін, дінді құбыжық етіп көрсету үшін осындай бір әрекеттерге барып жатыр. Өкінішке қарай, солардың жалған жарнамасына алданып, соларға еріп, біреу біліп үреді, біреу еріп үреді дегенде, соларға еріп жатқандар да бар. Енді Алла оларға хидаят берсін. Білмей, сол дұрыс деп ойлап істеп жатқан адамдарға енді Алла тағала хидаят берсін деп сұраймыз. Амин. Иә. Ал енді әдейілеп істеп жатқандар, енді олардың ниетінің қаншалықты бұзық екендігі көрініп тұр. Олар патриотизмді, елдің қамын, өтірік ойлағансып адамдарға солай көрінуге тырысады. Бірақ кешегі қанша жағдайларда олардың маскасы шешіліп қалды. Неге? Өйткені мұсылмандарға қатысты бір нәрсе шықса, бірден ойбай деп бүкіл әлеуметтік желілерді шулатып, міне көрдіңдер ме, мынау не деген сұмдық, бұл еліміздің болашағына қауіп, ұлтымыздың болашағына қауіп, бұл мемлекетімізге қауіп деген сияқты осындай әңгімелерді көтеріп, ал кеше біздің салт дәстүрімізге жат, ұлттық құндылығымызға жат, қанша дүниелер орын алып жатқан кезде, мысалы ЛГБТ-ға қатысты болсын, немесе әлгі шетелден бір әншілер келіп, соларға әлгі қарындастарымыз іш киімдерін лақтырып жатқан кезде, олардың жұмған ауыздары ашылған жоқ. Иә. Ондай нәрсеге олар қарсы емес, арсыздыққа олар қарсы емес. Керісінше халықты, елді діннен алшақтату арқылы олар елімізді солай адастырғысы келеді. Елімізді сонда арсыз, ешқандай бір құндылықсыз, мән мақсатсыз елге айналдырғысы келеді. Тобыр қылып солай, былайша айтқанда біздің елді басқарғысы келетін бағанағы бір белгілі бір саяси тараптардың тапсырысын орындап жатыр деп айтуға болады. Бұл бір жағынан, яғни дінді келемеждеу, әсіресе әлеуметтік желілерде олар неше түрлі Аллаға қатысты, пайғамбарға қатысты, сол мұсылмандардың ұстанымына қатысты ауыр сөздерді айтып жатыр. Бұл жалпы заңға да қайшы. Өйткені әрбір адамның діни сенімі, ұстанымы заңмен қорғалған. Оған тіл тигізуге болмайды. Тек қана егер ғылыми жолмен оны сынайтын болсаң, бұда ешқандай проблема жоқ. Ғылыми жолмен, әдеппен сынайтын болсаң, мына нәрсені айтып жатыр, бұл дұрыс емес. Мына нәрсе, мысалы, тарихи мәліметтерге қайшы келеді деген сияқты осындай ғылыми түрде болатын болса, ода тұрған ешқандай проблема жоқ. Бірақ бұлар ол нәрсені істеп жатқан жоқ қой. Бұлардың мақсаты ой тек қана дінді қаралау. Сол үшін де пайғамбарымызға қатысты неше түрлі ауыр сөздерді айтып жатыр. Аллаға қатысты да айтып жатыр, мұсылмандарды неше түрлі ауыр сөздермен айыптап жатыр. Бұндай адамдарға қатысты осы елдің болашағына бейқам болмаған, бейжай қарамайтын әрбір азамат, егер сондай дүниелерді көретін болса, жазу керек. Міне, мысалы бағанағы әлеуметтік желіден бір жерден көрсе, нақты адам, аты жөні белгілі, ол бір фейк парақшамен кіріп отырған жоқ. Ол кезде мысалы соны түсіріп алып, мынау менің ұстанып жүрген дініме, былайша айтқанда, менің ар намысыма қол сұғып жатыр деген сияқты. Яғни мұсылмандардың да ол үндемей қалмайтындығын, өзінің дінін қорғауға әрекет ететіндігін көрсету керек. Сол кезде мүмкін тыйылатын тыйылар. Иә. Енді жалпы